Баршаларыңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін осындай күшті таза ауада, далада көп аналарға көбінесе пайдалы бір өзімнің жақында баланы емшектен қалай дұрыс шығару керектігін мен бөліскім келетін еді. Бөліскім келіп отыр. Негізі соңғы видеода мені көрсеңіздер енді кәдімгідей бір жолаға кәдімгі трансформация болды деген ойдамын. Оның барлығы әрине бір қалыпты, поэтапно дейміз ғой, солай барлығы болады. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз ол баланы қалай анаға және балаға стрессіз, көп бала енді жылап қиналмас үшін қалай оңай шығару керек. Негізі өз басым онымен өте қатты қуанамын, себебі барлығы жақсы өтті, бала да қиналған жоқ, менде де менің организмім де қатты қиналған жоқ. Сондықтан кәдімгі действующий, кәдімгі пайдасы 100% осыны қолдансаңыз барлығы жақсы болады. Оған мен кепілдік берем. Ең бірінші ана ретінде сіз баланы қашан, қай уақытта бір дедлайн қойып қойыңыз. Мысалға 2 жұма алдына, да? Мысалға қазір 10 болса, бір 20-сы мен баланы уже емшектен точно шығарам деңізде де күнде бастаңыз. Бірінші күні балаға күндізгі кормление дейміз ғой, дневной кормление. Күндізгі бала емізуін бірден алып тұрыңыз. Мысалға 4 рет мен еміздім күніне, да, таңертең, түсте, сөйтіп дневное кормление бізде 4 болды. Бірінші күні мен 1-еуін алып тастадым да, 3 ғана болды. Оның орнына балаға су бердім, онымен ойнадым, әйтеуір алаңдатып, әйтеуір қасында жүріп, бірақ сонда да бір жылап қалса бұрында бірден алаңда емізе салатын едім. Қазір ондай болмайды уже. 3 рет, осы 3 рет бір 2 күндей ұстаңыз. 3 рет ғана беріп тұрыңыз. Сосын 3-ші күні 3 кормлениядан 1-еуін алып тастаңыз. Оны тағы да бір бала үйренгенше және сіздің организміңіз үйренгенше осылай 2 кормление деп ұстап тұрыңыз 2-3 күндей. Одан кейін қайтадан алыңыз да сол планканы да ұстап тұрыңыз қайтадан. Сонда сіздің организміңіз жайлап бір қалыпты үйрене бастайды, бала аз емеді деп сүттің бөлінуі де азаяды. Және бала да оның орнына су ішіп, тамақ ішіп, жақсы тамақ іше бастайды. Сонысымен өте жақсы екен. Екінші кеңесім бұл айтатын, ол бала енді бүкіл алып тастадыңыз дейік та, күндізгі емізуді алып тастадыңыз, түнгі қалды. Түнде де тоже тап солай. Мен негізі 2 рет қана емізетін, сағат 2-лерде және сағат 5-терде тұрады балам. 2-лерде бәрін дайындап қойыңыз жатар алдында. Мен не дайындадым? Соска, бутылка, тап-таза 2-3 бутылка. Бізде 3 бутылка бар, 3-еуін де қойып қойдым төсектің қасына. Одан кейін термосқа жылы су құйдым. Сосын басқа бір бутылочкаға просто су құйдым. Әйтпесе термос ыстық болып кетсе, ана екеуін араластырып, жылы су жылы комнатная температура емес, комнатадан жылы су болу керек. Салқын да болмайды балаға. Одан кейін смесь дегенді алып қойдым. Бір план Б болу керек та, бірден балаға еміз қоймайтындай. Сөйтіп соның барлығын қолданып, барлығын дайындап қойдым, айран алып қойдым. Бірінші баланы ұйықтатқанда айранмен ұйықтаттым. Бізде Алматы қаласында Амиран деп аталатын айран бар, кәдімгі детский кефир деп аталады. Соны бердім, жылы сумен араластырып, жақсы жылы ретінде. Балам ішіп алды да ұйықтап қалды. Түнде бірақ оянды, қарны ашып. Ол кезде мен бірінші күні тоже айран бердім түнде, оны ішті. Бірақ екінші күні уже айран екенін түсінді де, уже бутылканы лақтыра бастады. Ол кезде мен уже смеспен алмастырдым. 2 күн дей ма? Жоқ, бір аптадай бір түні бойы смес ішіп шықты. Қазір мүлдем смес ішпейді. Сместен де желіп кету керек қой енді. Сместен мен суымен алмастырдым. Түнде қазір жаз айы, прям күшті период, бала түнде шөлдейді. Онымен қоса су берем, суды ішеді де ұйықтап қалады. Сонымен жақсы болды. Ал енді осылай баланы жайлап осылай азайта бересіз де, өзіңізде де сүттің бөлінуі азаяды. Бірақ менде бастапқы күндері сүттің бөлінуі кейбір әйелдерде мүлдем тоқтайды. Все хорошо, да. Бірақ болуы мүмкін, что сізде бөліне береді, тоқтамай. Ол кезде не істеу керек? Барлық көп әйелдерден мен сұрадым, сіздер не істедіңіз? Барлығы одан өтті. Бұрынғы кезде байқағаным, бұрынғы апалар барлығы кеудеңді бүйтіп қатты шарфпен
қымтап прям сүт бөлінбейтіндей барлығын сцедить етіп таста, сосын байлап таста дейді. Жасамаңыздар, олай жасамаңыздар, вообще жасамаңыздар. Ол кейін, знаете, мастит, қандай әйтеуір осы кеуденің бүкіл ауруларына әкеледі оның барлығы. Ондай вообще жасамаңыздар. Менде болды бір қатты толып кетті, тас болып кетті. Ол мен алдында босағанша молокотсос дейді ғой, молокотсоспен және де өздеріңіз массаж жасау арқылы сүтті шығарып тастайсыз және жүре бересіз. Одан кейін міндетті түрде диагностировать етіп бүйтіп ұстап көріңіздер. Тас сияқты немесе бір точка сияқты не шарик па бірдеңке сезсеңіз, сразу сцедить нужно и массаж жасап тұрыңыздар. Себебі ол былай солай қалдыра салсаңыз, ол кейінірек ол жер қатып, там онко, киста сияқты әйтеуір бірдеңкеге айналып кетеді. Ол болмайды мүлдем. Өз-өзіңізге қатты қараңыз, берік болыңыз. Себебі бұл жайма емес, бұл сіздің денсаулығыңыз. Егер бірінші балаңыз болса, одан кейін балалар жоспарлайсыздар ғой. Сондықтан олардың барлығына сақ болыңыздар, дұрыстап қараңыздар. Негізі кеңестерім осылай бәріміз жақсы шықтық. Менде де, баламда да. Сондықтан сіздерде де барлығы жақсы болсын. Менің арнама тіркеліңіздер. Кстати, менің новый инстаграмым бар. Негізі ютубқа келетін болдым. Осындай шешім қабылдадым. Себебі қатты нетіп кеттім. Басым айналып, то мынаған ауды. Все-таки решила инстаграммен ютубты осылай постоянно нормальный түрде жүргізуге. Сіздермен бірге болған Айжан. Мені көріп, мені қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.